Ошақтарыңызды мына түстерді таңдап алуға шақырамын, келе қойыңыздар. Және түстерді таңдай отырып, бір-бірімізге бүгінгі күнге сәттілік тілейміз. Барлығымыз келіңіздер. Ал, Нұржамал, сәттілік тілейміз. Бәріне сәттілік тілеймін, және де бұл сабақта жақсы өздеріңді көрсеттіңдер. Нұржамал. Сәттілік тілеймін. Сегина, бүгінгі көңіл-күйіңіз қандай болды? Керемет. Кәусар, бүгінгі көңіл-күйіңіз қандай? Санжар, бүгінгі көңіл-күйіңіз қандай? Мади, көңіл-күйіңіз қандай? Камила, көңіл-күйіңіз қандай? Жақсы болса, онда осы көңілді көңіл-күймен сабағымызды бастайық. Отырыңыздар. Жалпы біздер сіздерге 3 топқа сұрақтарды алып жауап берейік. Алыңыздар бір-бірден. Ал, оқи беріңіз. Жұмыл. Назерге басайыңыз. Тез. Назерге, айталым. Siz oluyor. Siz. Түрлі мағынасын рек жалғайды. Сұраулық демеліктер: маме, папе, бабе, шаше. Сен биоалуантүрлілікті білесің бе? Нақтылық демеліктер: ғой, ды. Мысалы, биоалуантүрлілікті туралы сақтау ғой. Нені сақтау? Балансты. Табиғи балансты. Керемет. Ал. Биологиялық алуантүрлілікті сақтаудың қандай жолы бар? Биологиялық алуантүрлілікті сақтаудың бір жолы ол қызыл кітап болып саналады. Жақсы. Нұржамал, жарайсыз. Назерге, жарайсыз. Биоалуантүрліліктің 3 әртүрлігі қандай? Генетика, экология и және тамаша. Тамаша. Ғаламның генетикалық қоры не құрайды? Ғаламның генетикалық қорын өсімдіктер мен жануарлар құрайды. Керемет. Қанки? Қайсың жауап бересіз? Жануарлар биоалуантүрлілікке не жатады? Жануарлар, өсімдіктер, микроағзалар және темірқұлақтар. Керемет. Дамина, тағы кім жауап береді? Экологияның мақсаты неде? Экологияның мақсаты біздің жерді қорғап қалу. Керемет. Санжар, жарайсыз. Тағы. Қайсың жауап береміз? Кім қалды бізде? Қандай сұрақ бізде? Қазақстанның кітабына қандай суреттелінген? Құлан, қар барысы, елі. Жарайсыз. Үйге қай тапсырма берді балалар? Орындап келіп па? Айнен сөйлем оқи қойыңыз. Тез. Орындап келіп тапсырмалар. Биоалуантүрлілік табиғаттағы тұрақтылықты сақтайды. Оған аң, құс, өсімдік, самарқұлақтар жатады. Жақсы, жарайсыз. Амина, келесіз бе, Камила? Егер бара жатқан аң, құсты сақтау керек. Жақсы, жарайды. Табиғаттағы ұлы сәйкес жәндіктер қиянат жасамайтын тіршілік иелері экожүйені сақтауға көмектеседі. Керемет, жарайсыз. Енді балалар біздің мына дүниетасынан көрінді сұрағын оқият Біздің өзімізді қоршаған табиғаттың әдемілігі мен саналылығын күн сайын көруге бойымыз үйреніп кеткен. Ол жануарлар мен өсімдіктердің миллиондаған түрін тудырды. Дегенмен осылардың біразына қауіп төніп тұр. Олардың жер бетінен жоғалып кетуі әбден мүмкін. Мұндай үрдіс бұрын да болған.
Soңғы 500 жылда біз өсімдіктер мен жануарлар әлеміндегі 850 түрден айырылды. Ал қызыл кітап сирек кездесетін түрлердің жоғалып кету мәселелеріне назар аударту үшін жасалынған. Ол алғаш 1948 жылы табиғатты және табиғи ресурстарды қорғау халықаралық одағы құрылған кезде пайда болды. Бүгінде қызыл кітапты осы ұйым шығарады. Неге оны қызыл деп атаған? Бұл түс тоқта, жойма деген мағынаны білдіреді. Қызыл түс қауіп-қатер таңбасы. Бағдаршамның тыйым салу жарығының қызыл болуы тегін емес. Көрдің бе? Тоқта. Шындығында бұл кітапты қызыл емес, түрлі түсті деп атау қажет еді. Оның парақтары қара, қызыл, сары, жасыл, сан алуан түсті. Бұл да әдемілік үшін жасалынбаған. Қара беттерде жойылып кеткен түрлер тізімі белгілі. Мысалы, енді ғаламшарымызда теңіз сиыры жоқ, оны 2,5 ғасыр бұрын жоғалтып алдық. Қызыл беттерде жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер тізімі беріледі. Ғалымдардың болжамы бойынша жуық арада ілбіс немесе қарбарысы секілді жануарлар әлемінің бір өкілін жоғалтып алу қаупінде тұрмыз. Биік тауларды мекен ететін осы бір әдемі жануарды тірі табиғатта кездестіру мүмкін емес. Олардың қалған санын ешкім білмейді. Браконьерлерді оның әдемі терісі қызықтырады. Уссури жолбарысы да жойылу қаупі алдында. Олардың бар әлемдегі саны 6 мыңдай ғана. Оны аулауға тыйым салынған. Қытайда уссури жолбарысын өлтірген браконьерге өлім жазасы кесіледі. Қызыл кітаптың сары беттерінде саны тез азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер әлемінің өкілдерінің тізімі берілген. Мысалы, ақ аюлар немесе қоқиғаздар. Ақ беттерде қашанда саны аз болып келген жануарлар тізімі берілген. Мысалы, көк кит. Сор беттерінде зерттелмеген, тіршілік ету ортасына қол жеткізілмеген түрлер тізімі. Оған орасан зор жылан, анаконда жатады. Осы бір қауіпті бауырымен жорғалаушы да қызыл кітапқа енгізілген. Қызыл кітапта жасыл беттер де бар. Бұл ғалымдар мен жабайы табиғатты қорғаушылардың мақтанышы мен үлкен жеңісі. Онда жойылып кету қаупінен аман қалған түрлер енгізілген. Мысалы, құндыз. Қызыл кітап дүркін-дүркін қайта басылып отырады. Оған жаңа түрлер енгізіліп, ал бұрын енгізілгендері бір беттен екіншісіне ауысуы мүмкін. Мысалы, сарыдан қызылға ауысатындар саны жылдан төмендеді. Немесе керісінше, қалпына келтіруге мүмкіндік болғандар. Жасылға ауысатындар саны артты. Халықаралық қызыл кітаптың соңғы нұсқасына сүтқоректілердің 305 түрі мен тұқымдасы, 258 құс, 98 бауырымен жорғалаушы, 40 қосмекеті, балықтардың 193 түрі мен тұқымдасы енгізілген. Жануарлар неліктен жойылады? Себеп көп, бірақ оның көбі адам әрекетімен байланысты. Біріншіден, зирек кездесетін аңдар мен құстарды браконьерлер құртады. Екіншіден, тіршілік ету ортасы өзгереді. Ормандар оталып, өзендер мен көлдер құрғатылады, немесе су қоймасы жасалады. Жануарлар мен құстар жаңа орта іздей бастайды, бірақ бәріне қолайлы орта табылуы неғайбыл. Адамның ауыл шаруашылық іс-әрекеті нәтижесінде де нұқсан келіп жатады. Зиянкестерге қолданылатын әртүрлі тыңайтқыштар мен құралдар жәндіктер мен жануарларға шығарылған өлім үкімі іспеттес. Тағы бір фактор – ластанған қоршаған орта. Өндірістік қалдық сулар су қоймадағы балықтар мен балдырларды жойуда. Қоқыс тастайтын жерлер тіршілік ортасын жарамсыз жерге айналдыруда. Мұнайдың төгілуі секілді ірі апаттар қоршаған ортаға үлкен зардабын тигізуде. Әрбір елдің экология, қоршаған орта және бағалы түрлерді сақтау жөніндегі өзі шығаратын қызыл кітабы болады. Қазақстанның өз қызыл кітабы бар. Оған 40 сүтқоректі, ілбістер, тянь-шань қоңыр аюлары, сабаншылар, қызыл қасқырлар, құстың 57 түрі, мысалы қоқиғаз, бір қазанның 2 түрі, қортық бүркіт, қара құс. 10 бауырымен жорғалаушы, сұршывар кесірткелер, сары бауыр қарашывар шыландар, 3 қосмекенді, жетісулық бақатыз, орта азиялық бақа, данакин құрбақасы және балықтың 18 түрі енгізілген. Өсімдіктер тізіміне 50-ден астам түрі енгізілген. Аққайың, батпақ қазанағы, пісте, таушымылдық, қызғалдақтың сирек кездесетін түрлері. Қазақстанда бүкіл әлемде қызыл кітапқа енгізілген түрлер ерекше қорғауда болады. Сирек кездесетін жануарларды аулауға тыйым салынған. Браконьерлерге қолданылатын жаза қатаң.
Мысалы, қар барысын өлтіру әрекетіне салынатын айыппұл көлемі 3,5 миллион теңгеден асады. Сирек кездесетін түрлерді не үшін сақтау керек? Жоғалып кетсе де жаңа түр пайда болады ғой. Алайда жердегі тіршіліктің өзі, мұның ішінде адам да бар. Онда қандай жануарлар мен өсімдіктердің бар екендігіне тығыз байланысты. Оның бірінен айырылсақ, екіншісі қауіпке душар болады. Әрине, біздің ғаламшарымыз мұндай ғажап болмас еді, егер ондағы тіршілік иелері сан алуандығымен ерекшеленбесе. Тым болмағанда күн сайын қоршаған ортамыздың осындай әсемдігіне бөлену үшін де қай түрді болса да сақтап қалу керек. Жақсы балалар. Балалар, сіздерге көрсетілген бейнетаспадан не көрдік? Қызыл кітапқа ене жануарларды және де олардың жоғалуына, то есть олардың қалай жоғалуына әсер ететін Тағы не көрдік қызыл кітаптан? Көбінесе біз қызыл кітап туралы білдік, оның қандай түрлері бар екенін және қандай жануарлардың қызыл кітапта енгізілген туралы көп. Қандай түрлері қызыл кітаптың беттері түрлі түсті болатын білдік, иә? Тағы не білдік? қызыл кітаптың сары бетінде саны тез азайып бара жатқан жануарлар бар. Мысалы, ағайын мен қоқиқаздар. Керемет, жақсы. Неліктен жануарлар мен өсімдікті қорғауға алынды? Себебі жануарлар мен өсімдіктер азайып бара жатқан соң оларды қорғауға алды. Қандай жануарлар қорғауға алынды? Бұлан, қызыл қасқыр, барыс, бұл тағы. Жарайсыз. Санжар бейне материалды өте жақсы мұқият көріпсіз. Жарайсыз. Келесі сұрақ. Қай жылы қызыл кітап шығарылды? Неліктен қызыл кітап деп аталды? Қызыл кітап 1948 жылы шығарылды. Неліктен қызыл кітап деп аталды? Себебі қызыл түс тоқта жойма деген мағынаны білдіреді. Сондықтан қызыл кітап деп аталды. Жарайсыз. Осы топты сіздер психологиялық ахуал жүргізе отырып топқа бөлініңіздер, иә? Сіздер қызыл түсті, сіздер жасыл түсті таңдаңыздар. Осы топты не себептен түске бөліндік деп ойлайсыздар? Негізінде қызыл кітаптың беттерінде сан алуан түрлі түстер бар. Мысалы, қара, ақ, сұр, жасыл, сары, қызыл. Жарайсыздар. Сол себепті біз түстерге бөліндік деп ойлайсыздар, иә? Жарайсыз, Амина. Жасыл жойып кету қаупінен аман қалған жануарлар құндыз және тағы басқалары. Ал қызыл түс нені білдіреді екен? Жойылып бара жатқан жануарлар. Керемет. Бірінші топ, жасыл топ, жойылудан қорғалған жануарлар. Екінші топ, қызыл топ, жойылып бара жатқан жануарлар. Керемет. Бұл бейнетаспаның сабақтың тақырыбына қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? Қызыл кітапқа енген жануарлар жайлы. Керемет балдар. Амина, керемет. Бүгінгі тақырыбымыз мінекей өздеріңіз қалып айтқандай қызыл кітапқа енген жануарлар. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазып, кітаптарыңызды 55 бетті ашып, тақырыпты жаза қойыңыздар. Біз алдыңғы тақырыпта биоалуан түрлілік туралы өттік. Жаңа оны фри әдісі бойынша қорытындылап кетті. Сол жерде бізде айтылмаған бір сұрақ болды. Қоқиқаз бен тырнаның айырмашылығы неде? Қоқиқаз оның түрі, цветі, түсі сары, розовый, ал тырнаның
түсі ақ, ал қоқиқаз ол сулы Ақ аймақтарда. қызыл, розовый деген Иә, ақ қызыл. қызғылт. Ал қоқиқаз ол сулы аймақтарда өмір сүреді, ал тырна жайлы шөптерде өмір сүреді. Керемет, керемет. Кәдімгі осы үшін өзімізді сабақты сергек бастау үшін 3 шапал алайықшы. Біз өзімізді жақсы көреміз. Және өзіміздің мектебімізді қазақ тілі сабағын жақсы көре отырып, бүгінгі сабақтың мақсатымен таныстырып өтейін. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелер салыстау отырып баға беру, пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийі: сіздер тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып баға бересіздер, дескриптор, сұрақтарға жауап бересіздер, сұрақтар бойынша түсінікті қалыптастырасыздар, мәтіндердегі мәселелерді салыстырасыздар, көтерілген мәселеге баға бересіздер, өз ойларыңызды білдіресіздер, тақырыпқа сай ой толғау жазасыздар. Міне осы бағалау критерий бойынша бүгінгі сабаққа 10-дық баллық жүйемен бағаланасыздар. Түсінікті ме? Жарайды. Жақсы, екі топтан екі оқушы келсін. Тез-тез келіңіз. Амина, Санжар. Бізде қазір сөздікпен жұмыс. Жасыл топтікі, қызыл топтікі. Млекопитающий тигр. Аудармасын табамыз. Жалғасын. Ағын ашырыз. Алын. Оқыңыз. Тигрдің аудармасы жолбарыс. Керемет, жақсы. Келесі оқушы. Келіңіз. Земноводный. Ал оқыңыз. Земноводный деген ол қос мекенді. Керемет, жақсы. Олардың аудармасы құндыз. Келесіне, келіңіз. Назерке оқи қойыңыз. Борсуктың қазақшасы борсук деп аталады. Орысшасы? Борсук. Барсука? Рейстің қазақшасы сілеусін. Орысшасы? Рейс. Жақсы. Мына топқа жарайсыздар. Мына топқа жарайсыздар. Жапсырмай? Жақсы. Яғни біз сөздердің аудармасын білдік. Қақа жоқ кетті. Ади, қақа жоқ кетті. Бізде Қазақстанда ерекше қорғалатын аумақтар картасы. Бұл картада біздің қызыл кітапқа енген жануарлардың қорғалатын ұлттық парктері, қорықтары белгіленген. Бұл бойынша қосымша танысып алуларыңызға болады. Енді кітаптарыңызда 4-ші тапсырмаға қараңыздар. 4-ші тапсырмаға 3 жүйені бөлініп кітаптарыңызды ашыңыздар. Тез-тез 3 жүйені. Sevgina, үшеуіңіз айнашке бөліңіздер, тұрыңыздар. Қазір мына жаққа жүріңіз. Сен, Амина, Камила, сіз үшеуіңіз мына сол мәтінді оқып, мына топ бірінші мәтінді оқып талқылаңыздар. Сіздер екінші мәтінді оқып талқылаңыздар. Үшеуіңіз бірге
Üçüncü metnin Kuvan, dördüncü metnin Yelip. Sonra dördüncü tapsırma boyunca. Bir-biringizga tushundiringizlar, bir-biringizga qarab turingizlar. Bir-biringizga qarab tushundiringizlar, aytib berasizlar. Kelingizlar, mana shu yerga turasizlar. Ha. Так, birinchi batni kimga? Sizlarga 5 minut vaqt, 2 minut vaqt beriladi. Talqlaymiz. Batnda ne turadi aytgan? 2 minut. Жақсы, sizlerге берген уақыт бітті. 45 шақырып аламыз. Жақсы, бірінші мәтінді түсіндіріп өтіңіздер. Қазақстанның қызыл кітабына сүтқоректілер мен қосмекерліктердің бірнеше түрі енген. Оларға сілеусін, құлан, жылан, қарбарысы және тағы. Жақсы, екінші мәтін. Bizde bular туралы айтылған, бұланның ең ірі түрі, және де бұлар басқа жануарларға қарағанда тек қана өздері жүреді. Оның биіктігі 2 метрге дейін жетеді, ал салмағы 600 килограммдай. Қазақстанның ертіс пен жайылмағанда кездеседі. Ол қыста қара қоңыр болады, ал жазда болса ол қоңырай бастайды. қоңырқай болады. Жақсы, үшінші мәтін кімде? Құлан жапан жылқы, сыртынан жырағы есептелген жылқыға да ұқсайды. Оның басы үлкен және де құлағы ұзын болады, құйрығы қысқа және де жалы тік болатын болады. Жылқы секілді жүрісі тез, сымбатты, сирақтары ұзын. Керемет. Төртінші топ. Егде аяқтары жіңішке тағы ұзын болады. Қысқа оның түсі қоңырқай сұр болады. Тақтарының теңбіл тақтары болады. Керемет балалар. Отырыңыздар. Сол үшін жасылдар тобына. Қызылдар тобына жарайсыздар. Екі мәтіннен қорғадыңыздар ғой? Тамаша. Қызылдар тобы. Тамаша. Енді осы жалпы мәтінде берілген тақырып түсінікті болған балалар. Енді осы бойынша жасылдар тобы бірінші, екінші мәтінді мазмұнда берілген мәселелерде не көтерілген салыстыра отырып баға береміз. Мынаған жасасыздар. Қызыл топ мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып, үшінші, төртінші мәтінге баға бересіз. Сіздерге орындау уақыты 10 минут беріледі. Қан орындаймыз. Да, и оценивайте, баға бересіздер. Ортақ шешім, мәтін бағалай отырып бересіздер. Баға бересіздер.
Мәтінге көтерілген мәселелерді үшінші мәселелерді жалпы Бәріміз осы орта бойымызды айтамыз. Ешкім шет қалып кетпесін. Бәріміз орта бойымызды Yani 3 minutlarımız öttü, 7 minut kaldı. Tamam. 100 minutlarımız kaldı. Onun başı okuyun dedi.
Қазақстанның жайық пен ертіс маңында тау жақта мекендейді ғой, иә? 2 минут қалды, болған топ бірге шапалақ ұрамыз. Бірге шапалақ. Қорғауға 2 қошыңыздар. Бір шапалақ ұсақ. Кенді 2 қошыңыз. Так, келесі топ. Бірге. Жарайды. Енді топтар бір-бірімізді мұқият тыңдаймыз, шансыз баға береміз. Алға шамаланы. Рышыматын. Сүтқоректілер және қосмекенділер. Сүтқоректілерге құлан, бұлан, елік, сілеусін жұғылары жатады. Елік қыста түсі қоңырқай, сұр, ал жазда жирен түсті болады. Олардың ұқсастығы. Екеуі де қызыл кітапқа енген, олардың бәрі сүтқоректілер. Олар 2 түрден туылады. Екінші мәтінде бұлан туралы айтылған. Бұлан бойы 2 метрге дейін жетеді, салмағы 600 килодай. Ол жазда, қыста ол қара қоңыр болады, ал жазда ол қоңырай бастайды. Ол бұлан Қазақстанның ертіс маңында жиі кездеседі. Олардың бәрі сүтқоректерге жатады. Сүтқоректерге жатады. Ұсастықтары, иә? Жарайсыздар. Отыра алыңыздар. Келесі топ. Келесі топ. Сіздерге 3-4 мәтін берілді. Құлан жабайы жылқы, оның денесі ірі жануар, оның денесі ірі жануар, оның басы үлкен, құлағы ұзын, құйрығы қысқа. Жылқы секілді жүрісі тез, сымбатты, сирақтары ұзын. 4-ші мәтінде елік туралы айтылған, бейнесі жеміс жидектермен қоректенеді, таулы аймақтарда мекен етеді. Қыста және жазда түсі өзгереді. Екеуі де қызыл кітапқа енген, екеуі де сүтқоректілер болып саналады. Екеуі де таулы аймақтарда мекендейді. Керемет, жақсы отырамыздар. Енді алдыңызда сіздерге сан берілген, сол сан бойынша бірінші топта, қызыл топ, жасыл топты бағаламыздар, сіздерге 3, 4, 5 саны берілген. Жасыл топты бағалаймыз. 4-та, ал қызыл топты бағалаймыз. 3, жақсы жарайды. Сіздер енді қазір. Енді мынау бойынша бағалайықшы. 3 ұпаймен бағалаймыз. Безендіруіне, яғни көркем жазуына 1 ұпайдан бағалаймыз. Мына топқа, көркем жазуына. Жоқ, 1 ұпай бересіздер ма? Мына топқа, көркем жазуына. Ой жеткізе білуге. Мына топқа, ойын жеткізе білуге. Жақсы. Міне, бұл критериалды бағалау. Яғни балалар, өздеріңіз біз критерий арқылы бағаласақ, әділ бола ма екен? Ал алдында бізде 3-4 деген дәстүр бағамен бағалаған кезде бізде әділ болмай қалды, иә? Сондықтан бір уақытта критериалды бағамен бағалаймыз. Жақсы жарайсыздар. Жасыл топ. Жарайсыздар. Қызыл топ. Жарайсыздар. Келесі тапсырма. Осы берілген мәтінді пысықтап кетейік. Әр топтан бір оқшынан
шығыңыздар. Мен секундқа қарап тұрамын. Келді. Ал. Қазір, жақсы, мұра жылда тұрыңыздар. Сен кім жылдан? Борсық сусарлар тұқымдасқа жататын жыртқыш сүтқоректің туысы. Дұрыс, мына топқа. Біріңғай. Жақсы, келесі екі адам жылдан. 1 секундта болдыңыздар. 1 секунд кетті. Итаю, жыртқыш сүтқоректен. Керемет, екі топқа да керемет. 1 секунд. Келесі. Қызыл қасқыр, 40 жылдан бері келе жатқан жыртқыш ай. Жақсы. 1 секунд. Келесі екі адам. Қар барысы мығысық құжатына жататын екі адам. Қайсы? Жақсы, артыққа бір пай. Келесі екі адам шылды. Ілбіс Алатауда мекендейді. Ілбіс. Мадиясында. Келесі екі адам. Келесі шығыңыздар. Жылдамызға. Келесі шығыңыздар. Бол емесің. Елік. План. Üstünde orada tamam. 25 numara 7. Arkan. Kızıl kırkta yengen canvar. Arkan. Ay kelimет. Жамалдың тобына бір бай. Келесі екі адам. Жылдам. Қаласы. Бұлан. Келесі екі адам. Келесі жылдам. Екі адам. Қара бұйрық. Ойлансаңыз, қайсының құйрығы байланыпты? Бот сол. Кет тағы екі адам. Bir секундта кел артқа. Ал біз басымызға құндыз бөріккенде құндыз. Мына топқа бір отырыңыздар. Керемет. Сабақты 5 минут кешіп бастағанбыз, сондықтан аяқтап жіберейік. Енді сіздерге тапсырма табиғатқа зиян келтірмейік деген ой толғау жазу. Тез, 1 минутта жасайық. Табиғатқа зиян келтірмейік. Табиғат туралы жазамыз, да? Табиғатты қорғау туралы. Табиғатқа зиян келтірмейік. Ал кім дайын болды көрсінші? Кім дайын? Табиғат туралы. Айта оламыз. Табиғат дегеніміз барлық тіршілік атаулының құтты қоныс мекені, бар байлықтың ырыс қазынасы. Ал адам үшін табиғат ең қасиетті де қастерлі ұғым. Табиғатты қорғау аялау әр адамның міндеті. Үлкен кіші әрдайым оны таза ұстап, құрметтеу қажет. Оның бізге қаншалықты қажет екенін баршамызға мәлім.
тоқтан. Жақсы, ең тез жұмысын орындап жүрейік. Бірінші тапсырма. Табиғатты қорғау туралы мақалаларды табыңыз. Қай вариант? Апай, ол жерде жерде. Дұрыс, туған жерде жер болмас. С вариант. Екінші тапсырма. Қызыл кітаптың түсінің қызыл екендігінің себебі немен байланысты? Ерекше дабыл ес. Дұрыс. Үшінші тапсырма. Келесі тапсырма. Қызыл кітапқа енген жануарларды атаңыз. Қызыл кітапқа енген жануарлар. Елік, бұлан, құлан. Дұрыс. Асты алтыншы тапсырма. Қызыл кітапқа енген жануарларды атаңыз. Барыс, қорқыт, қызғын, ас. Керемет, жарайсыздар. Жалпы бүгінгі сабағымызды қорытындылады. Өте жарайсыздар. Енді бүгінгі сабаққа бағалау сабақтың мақсатына жеттік пе? Көрейікші сабақтың мақсатына жеттік пе? Бірнеше мәтінде көтерген мәселе бойынша баға бере алдық па? Иә. Санды көтеріңіздер. Жақсы ұшын 5 ұпай. Жақсы. Берілген тақырып бойынша пікірлерімізді сенімді дәлелдеп сұрақтарға жауап бере алдық па? 5 ұпай. Яғни жалпы сіздер бүгінгі сабақты өздеріңіз бағаладыңыздар. Бүгінгі сабақта мақсатыңызға жеттік. Бүгінгі сабаққа 10 ұпай қойдыңыздар. Яғни бәріңізге 10 ұпай. Енді сіздерде алдарыңызда берілген TikTok жүрекше, SMS, ұшақ бойынша өз ойларыңызды жазып жүріңіздер, бір сөйлеңіз. Алтыншы тапсырмадан. Тез. Иә, шығып оқып жабыстырасыздар. Шығып оқып айтып жабыстырыңыз. Оқыңыз. Бізге қарап оқыңыз. Мен бүгінгі сабаққа лайк басардың себебі сабақ өте қызық болып өтті. Жақсы. Жүрекше, иә? Жақсы. Жойылып бара жатқан жануарларды сақтап қалу үшін қолдаудан басқа жолы жоқ па? Қалай айтыңызшы? Жойылып бара жатқан жануарларды сақтап қалу үшін қолдаудан басқа жолы жоқ па? Жақсы. Келесі сабақта бұның жауабын іздейміз, иә? Кітаптың ішіндегі жануарларды жойылайын деп жатқанын білдім. Жақсы. Қалай жануарларды сөйлесін? Келесі жылан туралы білдім. Мына жерде. Жақсы. Дауыстарды шығарып айтамыз. Сізде ұшаққа және жасасам видео бұлардың етін жеуге болады. Керемет. Яғни келесі сабақта бұлардың етін жеуге болады ма деген сұрақтан жайып береміз, иә? Мен бұлардың біреуден Еліктің аяғы осынай жіңішке екенін білмедім. Өте керемет. Қызыл қасқыр туралы 40 жылдан бері анық деректер жоқ. Қазақстанда хайуанаттар бағында қолдан өсірген қарастыру керек. Өте жақсы. Ұшаққа жазылған ойлар қандай керемет, е? Тағы да бар ма жазылған? Жалпы. Апа, ерасылған. Мен құлан есекке ұқсайтынын білмедім.
Жақсы, келмейді. Ең бүгінгі сабағымызды бір серпінту сәтімен көрсетірек. Ерасыл кел. Пантомима көрсетеді. Қазір Ерасыл кел. Ерасыл кел. Иә, келе ғой, Ерасыл. Кел, көрш. Ерасыл жерден көрсетеді, Ерасыл. Ерасыл қазір бір жақлап көрсетіп, соң қайшалар екенін табуымыз керек. Значит, орта. Дұрысқа бала? Ал, Санжар. Бұлан ба? Жақсы керемет шақырады. Жақсы балалар, бүгін сабақ өздеріңізге ұнады ма? Керемет балалар, сізге де рахмет. Бүгін барлықтарыңызға 10 ұпай сабағымыз мақсатымызға жеткен үшін 3 шақырады.